Қадірменді радио тыңдаушылар, енді Монғолия мемлекеттік педагогикалық университетінің студенті Талғатбекұлы Сүйеніштің Базылқанның сөздігінің маңызы зор атты мақаласын назарларыңызға ұсынамыз. Сөз бастау қиын деген рас-ау. Жаста болсам көкейдегі жүрген біраз ойдың шетін шығарып, патша көңіл оқырманға жеткізбекпін. Тіл адамды қоршаған шындық өмір туралы білімді сақтаумен бірге, жаңа білімді қабылдайтын, сөйтіп адамның ойлау қабілетін жетілдіріп, қамтамасыз ететін қоғамдық сипаты бар құбылыс. Бір сөзбен айтқанда, адамды адам қылған, бүгінгі керемет жетістіктерге жеткізген, жан-жануардан ерекшелеп оза шаптырып, айрықшаландырып тұрған сипаты. Физикалық күш арқылы жасалатын еңбекті рухани күштерге жеңілдіруге болмайтынын айтатын философтар да кездеседі. Дегенмен адамзат тарихын айтарлықтай өзгерткен рухани туындылар жасаушылардың легін қалайша бағаламауға болады. Әрине, кейде рухани еңбекті жеке басының қамы үшін, атақ абырой үшін, ақша үшін жасайтын пенделер де табылады. Ондай туындыларды бір жағынан рухани деп те айтуға келмес. Неге десеңіз, нағыз физикалық еңбек жасайтындардың қасында бұл туындылардың 5 тиындық құны бола қоймас. Бүгінгі тақырыпқа арқау болған тұлғамызда айрықша рухани еңбек туындатқан адам. Ол жоғарыда айтқандай ата-абырой, ақша үшін еңбек істеген адам емес. Оның еңбектері қазақ немесе түркі тектес халықтар түгілі, жалпы алтай төркіндес тілді халықтарға ортақ пайдаланатын таптырмас мұра болды. Тіл қатынас құралы демекші, жалпы тіл ғылым аясында бар ғұмырын сарп еткен, Моңғол алтай тілдеріне жататын түркі, моңғол, қазақ тілдерінің салыстырмалы зерттеуінің алғашқы негіздеушісі, тіл ғылымдарының докторы, профессор, біртуар тұлға Базылқан Бұқатұлы еді. Бәзбіреулердің ат-атақтары дардай болса да, алашқа атқарған амалдары тарыдай. Ал біздің бүгінгі тұлғамыз мың атанға жүк боларлықтай нардың ісін жасап, өз кезінде еңбегі еленіп, халқына қалаулы болғанымен бұл күндері ұмытылып бара жатқан тәрізді. Сіздерге бұны қозғау арқылы бабамызға әлдеқандай бақ, белестерді біреуден дәметіп отырған жоқпыз. Өйткені атамыз өз кезінде алар асуын әлдеқашан бағындырып тастаған. Сонымен бірер еңбегін айтсақ та жетіп жатыр. Бұл күнде Байнөлгөй аймағында екінің бірі егіздің сыңары, жерден жеті қоян тапқандай қылып айтып жүрген, тіл мәселесін шешуге таптырмас амалдардың бірі. Ол қос тілдегі сөздіктерді әртүрлі форматта, мол мөлшерде, әркімге кез келген уақытта қолдана алатындай, қол жетімді әрі ыңғайлы етіп тарату деп ойлаймын. Базылқанның өзінің жазған қазақша моңғолша сөздігінің алық сөзінде бұл еңбектің тұңғыш жазылып, жарық көріп тұрғаны себепті төрт аяғын тең баса алмай тұрғандығын, және сөздікке қазақ тілінің сөздік қорындағы күнделікті тұрмыста жиі қолданылатын сөздер енгізілгені жайлы баяндайды. Сөйте тұра бүгінгі біздің Монғолия қазақтар үшін ең өзекті мәселеге айналған түйткілді шешуге осы Базылқан атамыздың қазақша моңғолша, моңғолша қазақша сөздігі жетіп артылады. Бұл еңбектердегі жалпы саны 70 мыңға тарта сөздікті білген адам ғылым, білім жолында алысқа шабатыны ақиқат. Сөздікке көнерген сөздер, сөздің көнерген мағынасы жалпыға ортақ емес. Тек жергілікті жерлерде ғана қолданылатын сөздер, мағынасы тұрпайы сөздер, қолдану аясы тары термин сөздер, жер-су аттары, мемлекет аттары енгізілмегеніне қарап сөздіктің маңыздылығын түсінеміз. Базылқан Бұқатұлының сөздігі тек сөздік қана емес, тұнып тұрған ғылыми жұмыс деп қарауымыз керек. Өйткені сөздікті жазу, сөздікті пайдалану шарттары, әр сөзді әр қырынан түсіндіру үшін қолданған шартты түрдегі ғылыми әдістемелер, кейбір сөздіктер оқырманға нақты түсінікті болу үшін, жуық мағынасымен аударылған мақал мәтелдерді қолдану арқылы жеткізу сияқты, тағы басқадай түрлі әдіс-тәсілдер толып жатыр. Сөздіктің маңыздылығы мен мақсатында аталмыш ғалым айқын көрсете білген.
Мұнда саяси экономикалық өмірі бір жанұяға сыйысып отырған Моңғол елінің Байнөлгей аймағындағы қазақтардың, әсіресе олардың жас жеткіншек оқушыларының өзінің отандас тілі, моңғол тілін өз ана тілі, қазақ тілі арқылы жедел үйренуіне жағдай жасап, жеңілдік тудыру деп атап көрсеткен. Демек, кез келген бір тілді үйрену үшін сол халықтың ана тілінің маңыздылығы аса зор. Ана тілін үйрену арқылы кез келген тілді жедел әрі сатылы түрде үйренуге болады. Сондай-ақ аталмыш ғалымның басқа ғалымдармен бірлесіп жазған және де жеке монографиялар мен ғылыми атақ дәреже қорғаған диссертациялары, оқулықтары, ғылыми еңбектері өз алдына бір төбе. Биыл ғалым атамыздың туғанына 90 жыл толып отыр. Осыған орай аймақ басшылығы, жергілікті жер басқармасы, аймақтық білім мәдениет, өнер басқармасы, ғалымның еңбектерін дәріптеу жолында түрлі мүшәйра, конференция сияқты іс-шара жүргізіп, еске алады деген сенімдеміз. Десек те, ең маңыздысы халық көпшілікке тұңғыш рет жазылған сөздігімен танылған әйгілі ғалымның қазақша моңғолша және моңғолша қазақша сөздіктерінің электронды нұсқасын әзірлеп, мүмкін болса баспадан қайталап жаңартып шығаруға атсалысып, аймағымыздың түйткілді мәселесінің түйінін шешеді деген ойдамыз. Атамыздың рухы өзі туған Алтайдың құздарында қыран секілді мәңгі қалықтап, аруағы мына біздерді желеп, жебеп жүргей. Сіздер Монғолия мемлекеттік педагогикалық университетінің студенті Талғатбекұлы Сүйеніштің Базылқанның сөздігінің маңызы зор атты мақаласын тыңдадыңыздар.